Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ тағамын дайындайтын боламыз. Біз алдымен кастрөлімізге су құйып, етімізді салып аламыз. Менде жылқының еті. Етімізді салып болғаннан соң қақпағымызды жауып қайнатып аламыз. Қайнап шыққаннан соң етіндегі көпіктерін сүзіп тазалап аламыз. Сорпамызға 2 дана пиязымызды салып аламыз. Енді қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымызға 2 жұмыртқамызды, 1 шай қасық тұзымызды, еттің сорпасын шамалы су құйып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Еттің сорпасы қамырымызға ерекше дәм береді. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Еттің қамыры кішкене қаттылау болғаны дұрыс. Он 15 минуттай тұндырып қоямыз. Әдемі болып етіміздің сорпасы қайнап жатыр. Сорпаның бетіндегі майларын пиязымыздың үстіне құйып алатын боламыз. Құйып болғаннан соң етін жауып 5 минутқа қайнатып аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға картопымыз бен сәбізімізді салып, етін жауып, ары қарай 30 минутқа қайнатып аламыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, суала жасап аламыз. Бетін жауып, 10-15 минутқа тұндырып қоямыз. Ал енді еттің қамырын жаюға кірісеміз. Видеодағыдай етіп жайсаңыздар, қамырларыңыз дөңгелек пішінді болып шыға келеді.
суымызды шайып болдық. Ал енді етімізді сүзіп аламыз. Ет пісуге жақын қалған кезде картопымыздың сәбізімізді саламыз. Сонда етімізбен бірге пісетін болады. Қамырымызды кесіп аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға қамырымызды салып аламыз. Бетін жауып 8-10 минутқа қайнатып алдым. Енді қамырымызды сүзіп аламыз. Бетіне тұздығымызды құйып аламыз. Асымыз дайын болды. Лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.